Сәлем достар, баршаларыңызға бүгін сіздерге жұмыссыздық туралы анықтаманы алуды көрсететін боламын. Сонға бармай-ақ егов.kz-ге кірмей-ақ ноутбукпен тек қана телефон арқылы приложениемен алатын боламыз. Телефоныңызда егов.kz приложениесі болу керек. Міне осылай тартып оған регистрациядан өтіп қосылып аласыздар. Услуги деген бөлімге кіресіздер. Осы жерде трудоустройство и занятости дегенді басасыздар. Бөлімге кіресіздер. Міне бірнеше категориялар шығады сіздерге бұл жерде. Арасынан таңдайсыздар безработного дегенді. Міне предоставление информации о регистрации в качестве безработного деп тұр. Осыны таңдайсыздар. Міне сіздерге осылай басты бет шығады. Бұл жерде сіздерде заказат услуги дейсіздер. Парольдарыңызды жазасыздар. Одан кейін сіздерде уже міне документтеріңіз дайын в обработке деп тұр. Осыны обновить еттересіздер жоғарыда тұрған нені басып. Одан кейін сіздерге міне осылай документтеріңізді шығарып береді. Қазақша, орысша өздеріңізге керектігін ала бересіздер. Бұл видео сіздерге пайдалы болады деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Алдын ала сіздерге үлкен рахмет. Алда сіздермен көптеген пайдалы видеолар бөлісетін боламын.